Қайырлы күн аға, қош келдіңіз. Сіз өзіңіз осыны газеттегі хабарландыруды көріп, содан таныс болып, осы адреске мекен-жайға келдім деп айтып жатсыз. Өзіңізді таныстырып отырсаңыз, сіздің толық аты жөніңіз, туған жылыңыз, қайда дүниеге келдіңіз, сосын кім туралы дерек бересіз, сол жөнінде айтсаңыз. Жақсы. Мен енді өзім ордалықпын, кәдімгі хан ордасында туып өстім. Содан енді мектепті де содан бітірдім, балалық шағым сонда өтті. Кеше осы Оралға 19 жыл көшіп келдік. Нешінші жылғысыз? 48 жылымын. Қазір нешедесіз? 75-ке толайын деп тұрмын. 48 жыл. Енді мен мына газеттен хабарлама көріп, сол хабарлама жөнін анықтайын деп, осы сіздің Дана орталығына келіп отқаным. Жолдасым өзі келе алмады. Негізі жолдасым өзі келгені жөн болатын еді, бірақ бұл кісі жүре алмайды. Сосын мен енді сен қиналма, мен барып келейін, сөйлесіп деп келіп отқаным. Себебі былай, мен жолдасым Мусралиева Рауза Хусейновна 50-ші жыл туған, Иркутск облысында Бодайбинский район Слюдянка дейтін поселкеде. Оған барып, ояққа қалай қазақ қызы барып қалды деген сұрақ болатын болса, оның әуелде әкесі Мусралиев Хусайын дейтін Сталинград облысынан Архабаровка дейтін поселкеден Володарский райвоенкомат арқылы соғысқа кеткен ғой, 42-ші жылы. Сол 42-де алынып, сол 42-нің жазында ненің Новочеркасск қаласының түбінде шайқаста тұтқынға түскен немістердің қолына. 24 июль 42 жылы. Содан енді үйге хабар келеді, без вести пропал, жоқ күшті келу. Ол оказывается жылдар өткеннен кейін, 1-2 жылдан кейін ол тірі болып шығады. Неден? Тула дейтін қаладан хабар жіберіп жолдасына, жолдасын сол Тулаға алдырған ғой. Ол Тулаға қандай жағдаймен түсті, қай жағдаймен түсті, енді кілең болжау. Ол менің болжайтын, мына Константин Симоновтың кітабында «Живый, мертвый» дейтін неде кітапта, романында бір совет солдаттары бір немістердің концлагерін сол Сталинградтың айналдырасында үстіне шыққан ғой. Сонда көптеген 400-дің үстінде 483 адам ба, сонда кісіні босатып, емдеп, тамақ беріп, бәрі өлейін деп атқан жерінен құтқарып алып қалды дейді. Немістерді қуып, немістер аналарды тастап қашып кеткен. Бұлар аш-сусыз 15 күн қатты, февральдың шыға енді. Сонда соның ішінде болды ма деп ойлаймын, неге десең, кітапта айтады, мұны жаңағы пленнен босатылғандардың бәрін Тулаға жіберген деп. Тулада, в общем, реабилитационный центр, емдеп, соны заводқа істеген ба, сол заводтан бір жерге хабар келетін болар енді. Сибирьге слюдяные разработки Бодайба жағына кісілер керек деп. Сол военный пленныйлерді прямо үйінен, тұрған жерлерінен қайнап атқан самаурын, дүние мүлкін алдырмай, эшелонға тиеп, сол Иркутск облысы Бодайбинский район Слюдянкаға апарып түсіреді ғой. Сода Слюданың разработкасында кен орны ғой, сонда жұмыс істеген. Жолдасының айтуы бойынша енді надан кісі, ол жолдасының не істеп атқанын дұрыс білмейді. Айтуынша айтыру запускылат болды деп айтады дейді. Бір шнурды айтады, жарылғыштарды береді дейді. Оның бізге сондай хабар, жаңа үлкен кісінің енемізден алғанымыз, білетініміз. Содан күндердің күнінде енді сұрауы біткен болар, 57-ші жылы ауылға қайтады.
16 жыл 16 күн жүріп келдік дейді. Кемемен жүрдік дейді, пойызға міндік дейді, әйтеуір жаяу жүрдік дейді. 16 күн дегенде осы пойызбен келіп, мына біздің Орда ауданына келіп жеткен ғой. Содан келісіменен сол туған жеріне келіп, ауырып 61-ші жылы қайтыс болады. Ал жолдасымның білетіні сол әке жөнінде. Енді оның әлгі бала болғасын, папа сен не көрдің, қайда болдың, не істедің деген көп сұрақ қоя алмаған. Ана кісі төсек тартып жатқан ғой енді. Төсек тартып жатқан кісіден не сұрайсың? Ештеңе анық біле алмаған. Сонда бұл кісі 42-нің шамасында тұтқынға түседі. 24 шілдеде. Содан кейін Тулада болады. Туладан нешінші жылы? Сол 44-те екен, өшіменді. Соғыс аяқталмай тұрып, соғыс аяқталған жоқ дейді. Сонда бұны сол кездің өзінде жаза ретінде жаңағы жұмысқа салды. Бодайбинский, Иркутский облыс, Бодайбинский район, жаңа Слюбянкіге. Әйелімен бірге кетті. Әйелімен бірге еще 2 жаста баласы бар. Бұл армияға кеткенде енеміз аяғы ауыр қалған болып тұр ғой. Сосын сіздің жолдасыңыз сол жақта дүниеге келген ба? Иә, сол жақта 50-ші жылы дүниеге келген. 57 жыл сонда болып, мұнда келіп, мектепке беріп, 57-ші жылы. Бұл кісімен бірге тағы да кісілер, басқа ұлт өкілдеріне басқа айтыла ма? Бөтен кісілерді айтпайды. Негізі кілең қазақтар, татарлар, түркімен, өзбек көп болды дейді. Сол жерде. Инородецтер. Енді бұл кісі жөнінде 57-те келген болса, жалпы құжаттарын көрдіңіздер ме? Мен енді ол уақытта үйленген жоқпын ғой. Құжат қалған жоқ. Мен үйленгенде 71-ші жылы үйлендім. Но ондай документ ештеңе көрген жоқ. Әлі де білмейсіздер? Әлі де білмейміз. Бір ең болмаса атамның карточкасы жоқ. Жақсы, түсінікті. Көп рахмет. Енді осы бағыт бойынша біздің зерттеуші маманымыз бар. Алла осы мамандарымыз жұмыстанып, қандай да бір дерек білсек, сізге хабарын беретін боламыз. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, егер сіздің ата-әжелеріңіздің ағайын тумалары қандай да бір саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болған болса, хабарласыңыздар, іздеңіздер, танып білуге тырысыңыздар. Біздер де өз тарапымыздан сіздерге қолдарымыздан келгенше қолдау көрсетуге ұмтылатын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.